Бұл видеода сіздерге пайда қосымшасына қысқаша шолу жасаймыз. Қалай қолдану керек, қалай тіркелу керек деген сияқты оның барлығын сіздерге көрсететін боламыз. Қараңыз, бұл қосымшаны сіздер Google Play-ден, App Store-дан қазірге таппайсыздар. Бұл Telegram бот күйінде тұрады. Бұл боттың сілтемесі сіздерге WhatsApp-тарыңызға жіберілді. Содан өткен кездеріңізде сіздерде жаңағыдай Telegram ботқа өтесіздер. Осындай окошко ашылады сіздерде. Ол жерде старт батырмасын басасыз. И оң жақ бетте финанс деген мына көк батырманы басамыз. Ол кезде сіздерде тағы запуск деген окошко ашылады. Сол запускты басамыз, сіздерге полноценно біздің бағдарлама ашылатын болады. Енді қараңыздар, бұл жерде түсінетін нәрсе не ол? Финансовый учет жалпы 3 түрлі транзакциядан тұрады. Ол доход, яғни кіріс, расход, ол компаниядан ақша шыққан кезде, шығыс, и перевод деп аталады, яғни компанияңызда бір счеттан екінші счетқа ақша аударылған кезде перевод. Жалпы финансовый учет осы 3 түрлі транзакциядан тұрады болды. Яғни сізде компанияңызда кіріс болады, шығыс болады, аударым болады, яғни перевод болады болды. Одан бөлек финансовый учет 3 түрлі показательден тұрады. Яғни сіздер көрсеткіштер, осы көрсеткіштерге мән берулеріңіз керек. Ол біріншісі учет, яғни ол финансовый тілде айтқан кезде ДДС деп аталады, движение денежных средств. Күнделікті кіріс шығыстарыңызды, аударымыңыздарыңызды күндегісін күнде көріп отыратын учет. Бізде осы мынау астындағы батырма соған жауап береді учет бөліміне. Келесі отчет бөлімі. Отчетта сіздерде жалпы қай категория бойынша қанша ақша кетті, қай жақтан қанша ақша келді, қандай аударымдар болды, соны отчетін көріп отырасыздар толық. Оны алдағы уақытта әрбір разделға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Үшіншісі счет деп аталады. Бұл жерде сіздердің жалпы счеттарыңызда қанша ақша бар, жалпы баланс деген, осы счеттарыңыздағы баланстарды нақты кімге қанша бересіз, кім сізге қанша беру керек, жалпы осы жерде балансын түсіндіретін болады, көре алатын боласыздар. Ары қарай бізде еще деген бөлім бар. Бұл жерде сіздерде өздеріңіздің бизнестеріңізге жалпы осы бағдарламаны икемдеу үшін арналған бөлімдер, категория расходов, категория доходов деген сияқты алдағы видеода сіздерге жалпы түсіндіретін боламыз. Енді учет бөліміне келетін болсақ, жоғарғы жақта мынарада аватар, өзіңіздің аватарыңыз бар. Оның қасында мынарада сіздер бір айлық, бір апталық, бүгінге, жыл бойы деген сияқты фильтр қою арқылы өздеріңіздің отчеттарыңызды көрулеріңізге болады. Одан бөлек мына бизнес счет дегенде оң жақ бетіңізде жаңағыдай жеке счет, сіздерде менде басқа проекттер болған екен, ол көрінбейді. Сіздерде жеке счет, бизнес счет деген сияқты тұрады. Яғни бұл бағдарламаның артықшылығы тек қана сіздер бизнестің есебін емес, сіздердің өздеріңіздің жеке есептеріңізді жүргізуге болады. Енді қараңыздар, мына главный экранға өткен кездеріңізде мына оң жақ бетте плюс деген батырма бар. Осы жерден сіздер жаңа айтқан 3 транзакцияны енгізуіңізге болады. Яғни расход енгізген кезде біріншісі қайда, яғни расход қайда кетіп жатыр, оны категориясын енгіземіз. Мысалы ретінде айтайық, закуп. Екінші қойылатын сұрақ, қайдан кетіп жатыр ол расход? Яғни ол наличка бердіңіз ба закупқа, Каспийден бердіңіз ба, Каспий Пейден бердіңіз ба деген сияқты қайдан деген сұраққа жауап береді. Үшіншісі, қанша бердіңіз? Яғни обязательно бюджетті көрсетеміз. Сохранить кнопкасын басқан кезімізде бізде уже ол транзакция болады, алдағы уақытта көрсетеміз. Келесісі доход. Мына расходтың қасында доходты басатын болсақ, көкпен бұл жерде де тура солай 3 сұрақ. Қайдан келді ақша? Егерде сізде киім саласы болса, мысал ретінде, ол верхняя одежда сатылды ма, нижняя одежда ма, мысалы аксессуар ма, әртүрлі категориялар болуы мүмкін, сол категорияны белгілесеңіз болады. Қайда келді ол ақша? Мысалы сізге немен төледі клиент? Наличка берді ма, Каспий Пеймен берді ма деген сияқты соны белгілейміз. И суммасы жаңағыдай қанша, мысалы 10 мыңға. И бұл жерде тағы көріп отырсаңыз, бұл жерде маржинальность 30% орташа нарықпен есептелінген, соның маржасымен көрсетілген болады. Үшіншісі, бұл жерде мына қасында перевод деген бассаңыз, бір счеттан екінші счетқа ақша аударымы. Яғни сіздің ақшаңыз ешқайда кеткен жоқ. Сізде наличка ақша тұр, сізге Каспий Пейға келу керек, мысалы Каспий Голдыңызға ақша керек, мысалы сіз алдыңызда банкоматтан салдыңыз, сіздің наличный тұрған ақшаңыз Каспий Голдқа ауысты. Болды, осы 3 түрлі операция, осы плюс деген батырмамен істеп отырасыздар, өте қарапайым. Алдағы уақытта сіздерге әр разделға жеке-жеке тоқталып айтып түсіндіретін боламыз. Келесі видеода жолыққанша.